өзі біраз көтерілді ме көтерілмей оны жақсы түсіне алмай қалдым. Негізі көтеріліп бір жерге тиіп бара жатқан сияқты сезіндім. И сосын жаңағы сәл көтерілгендей болды да жерге жаңағы қадалды. Есімді жисам жаңағы топырақ аузыма толып қалыпты. Топырақты былай түкірдім, есімді жидым. Сосын тез тұрғым келді, бірақ тұра алмадым да. Ремень бар екен, есіме қайтадан келді да, самолетте болған. Ремень шештім, тұрдым. Бұл жерде тұрған кезде мен сыртта тұрмын да, мен 10-шы рядта тұрдым да, негізі сыртта қалғанмын, сол сынған бөлігінде ашықта қалғанмын. Сосын қарасам ешкім жоқ та, адамдар. Бірінші болып шықтым да самолеттен. Сосын тез қасында жылап, әйелім жылап жатқанын естідім, әйелімді шығардым. Сосын мен 5 айлық қызым болды, Асылым деген. Сосын Асылымды іздедім. Аяғым астында жатыр екен, киімнен таныдым, көтеріп алдым, бірақ ол жансыз жатқан сияқты сезіндім. Сосын өліп қалды деп ойладым да, әйеліме көрсетпей теріс қарап ұстағанда ол жылатып. Сол кезде бір 2 жігіт келді да, көрші үйден келді жүгіріп. Ана үйге барайық деді. Сосын әйелімді сол бір жігіт бір жағынан көтерді, мен сынған аяғымды көтердім. Қызымды сол біреу жүгіріп алып кетті ары қарай. Сол жерде біз скорый күттік. Одан арқысы скорыйлар келді жаңағы барлығы. Сіз самолеттің қай тұсында отырдыңыз шамамен? Қай орында? 10А-да отырдым, мен терезе жағында тұрдым, А-да. О-да әйелім қызымды ұстап отырды, өйткені терезе жағы кіреберісте сәл салқындау болды да, қызым ауырып қалмасын деп. Әйелім коридор жағында отырды, мен терезе жағында тұрдым. Сол курткасын ұстап, жаңағы одан кейін көрдім хабарлардан ақ куртка ұстап, жаңағы полиция мырза көтеріп кетіп бара жатқан көрдім. Сол кезде жаңағы скорый келген кезде полиция мырзаға айттым да, көмектесіңізші, пожалуйста, ол кісі кім екенін білмеймін, айтып жүгіріп келді, қызымды алып кетті. Сосын әйелім асфальтпен келді, ол алып кетті. Сосын мен артынан қызымды тауып аламын деп жүгірейін дедім, бірақ жүгіре алмадым, аяғымды көтере алмадым. Сосын мен біреулер келді, носовкаға алып кетті. Сол есімі бар, оды больницаға келдік, жаңағы докторларға бәріне рахмет айтамын. Әйелім аяғы сынған дейді, қабырғасында сынған дейді. Жаңағы сол өкпесіне тиген, сол өкпесінен қан кетіп жатыр дейді. Сол қаным құйып жатыр. Бір қалыпта жағдай жақсы болатын болса, сол операцияға әкеледі. Қызым басқа больницада, қазір оған әпкем қарап жатыр. Қызым жағдай жақсы дейді, сәл соқ деген дейді. Басқа информация алынатын, қызым әйтеуір жақсы күйінде көрді. Сіз көп рахмет, аты-жөніңізді аласыз? Ақболаттағы 1987 жылғы Астана қаласының тұрғынымын. Қазақстан Асосан инженерингте аға инженер болып жұмыс жасаймын. Фамилияңызды тағы да түсінсіз? Даба. Даба, иә?